Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде көрнекті ғалым, философ Мұрат Сәбиттің 80 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Қатысушылар еліміздегі заманауи ғылым білімнің даму үрдісі мен болашағы жайлы баяндамалар жасап, мерейтой иесіне алғыстарын білдірді. 80-нің сеңгіріне жеткен көрнекті философтың балалық шағынан бастап бүгінгі күнге дейінгі ғұмыры үлгі өнегеге толы. Жалынды жас шағында бокстан шебер атанып, шахматтан зияткерлік қабілетімен танылған ғалымның ізгі жолын төл шәкірттері бүгінде Сұлтанмахмұт атындағы білім ордасында сәтті жалғастырып келеді. Менің ойымша, бұл университеттің қазір бүкіл Қазақстандағы университеттердің ішінде жақсы орын алып, көтеріліп, өсіп келе жатқанын мен өзім қуаныштымын. Оған менің шәкірттерім осында үлкен үлес қосып жатқанына ерекше мен өзім бағалаймын оларды. Мұрат Сәбиттің диалектикалық қисын турасындағы философиялық еңбектері бүгінде әлеуметтік гуманитарлық ғылымның берік негіздерінің біріне айналған. Келелі конференцияда сөз қозғаған қатысушылардың рухани құндылықтар жайына тоқталып, ғалымның тың еңбектерін тілге тиек етуі де сондықтан. Университет ректоры Гаухар Ахметова ардақты ұстазға шәкірттік ризашылығын білдіріп, иығына шапан жапты. Рымбек Қабиден, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.